балама өміріңдегі ең үлкен сынақ қандай болды? Өмір өзі сынақ. Күнделікті өмірде біз сынақта жүреміз. Кеше адамдармен қарым-қатынас жасағанымызда біз қандай нәтижеге жетеміз, олармен қалай сөйлесеміз, не туралы, не жайлы айтамыз. Мысалы, соның бәрі өмірде сынақ. Жасаған біздің іс-қимылдарымыз, біздің жүрген тұрысымыз күнделікті. Өмір бақи біз сынақта жүреміз. Сенің өміріңдегі ең қиын сынақтардың бірі қандай болды? Енді қазір менің өмірімдегі сынақтарды еске түсіру өте оңай емес. Өйткені өмірде мен айтамын ғой, жаманшылықтың бәрі тез ұмытылады да, жақсылықтың бәрі еш уақытта ұмытылмайды. Сондықтан қиындық менің өмірім оңай болған жоқ. Ол қиындыққа толы болды. Қайда қызмет атқардым көп жерлерде. Сол қызмет атқару барысында да көптеген қиыншылыққа тап болып жүрдім. Өйткені өмір өзі күрес. Егер де күреспей, жаңағы сені біреу әлдилеп әлпештеп, өмірден дайын тамақты дайын беріп, ешкім сені бұл қиындықтан алып шықпайды. Одан шығатын тек өзің. Сен ана болған сәттен бастап өміріңде не өзгерді? Өмірімде ана болғанша мен өз қарабасымды ғана ойлайтынмын. Ана болғаннан кейін енді мен өзімнің баламның жағдайын жасауым керек, оны адам қылып тәрбиелеуім керек, оның жолын ашуым керек, тәрбиесін беруім керек. Ертеңгі күнде ол өмірден қатты қиындық көрмей, өзінің жаңағы семьясын асырай алмай жүрмейтіндей жағдайға жеткізуім керек болды. Ал бала тәрбиесінде ең маңызды не болып саналады? Қазақтар айтады ғой, бала тәрбиесінде ең маңыздысы ол балаға түйсігі болу керек. Баланың түйсік бере білуің керек. Түйсік деген бала өзінің түйсігімен бізді тәрбиелеген кезде біздің өзіміздің түйсігіміз болды. Қазақтар ұрысқан кезде де айтады, түйсіксіз деп. Түйсіксіз ол ойлау қабілеті жоқ. Ең бастысы баланы қабілетті ойлау қабілетін баланың арттыра білу керек. Оған тәрбие беру керек. Әл-Фараби айтады ғой, ең алдымен балаға білім емес, тәрбие беру керек дейді. Тәрбиесіз берілген білім ол әр балаға жақсылық әкелмейді екен. Өте қызықты. Ал мені қандай бала болып өссін деп армандадым? Сен мені күнде тәрбиелеп отырдың. Қандай ата-ана болмасын? Білімді бердің. Қандай ата-ана болмасын? Ол бала өмірге келген кезде, балам менің керемет жақсы болады деп көз алдына елестетеді. Бала өмірге келген күннен бастап оған үлкен үміт артады. Ол баладан өте көп нәтиже күтеді. Абайдың 10-шы қара сөзінде айтылған, егер сен балаңа жақсы тәрбие бергің келсе, өзің оған тәрбиелі болуың керек. Ол үшін өзің тәрбиелі болып, өзің өнеге үлгі болуың керек. Ал енді өзің
өнеге бола тұрмай, жаңағы сен балам, сен мынандай жақсы бол, сен жақсы оқы, сен адамгершілігің мол бол деп өзің адамгершіліксіз болып отырып, баладан оны талап ету бұл мүмкін емес. Бала ата-анасына қарап өседі. Содан өнеге алады. Сондықтан оған кешке шейін айта берудің қажеті жоқ. Ал сен өзіңнің жаңағы іс-қимылдарыңмен өзіңнің қандай екеніңді, адамгершілігің мол екенін, қандай екеніңді көрсетіп отыруың керек. Ал маған бүгін айтатын қандай кеңесің бар? Мен саған ғана емес, мен студенттерге сабақ өткізгенде айтам, адамгершілігі ең басты, адамның адамгершілігі мол болу керек. Адамгершілігің сен жоқ болатын болса, жаңа айттым ғой, өмір сынақ, ол бізді сынайды. Адамгершілігіміз осындай бар ма, жоқ па деп. Қандай жағдайда болмасын, сен кім болмасын, сен бастық боласың ба ертең, президент боласың ба, қандай үлкен лауазымда отырсаң да, ең бастысы сен адамгершілігің мықты болу керек. Адамдармен қарым-қатынас орната білуің керек. Адамдармен сөйлесе білуің керек. Оларға үлгі өнеге бола білуің керек. Жүрген жерінде адамдар оймау бір керемет, осы адам керемет екен деп сенің қасыңда жаңағы отырғысы келу керек. Ол деген үлкен бақыт. Сен бір өзің жақсы көретін адаммен пікірталас жаңағы отырған кезде өте бір жақсы сөйлесіп отырсаң, өзіңді бір мешітте отырғандай сезінесің. Адамды адам ететін ең басты қасиет ол адамгершілік. Дұрыс қой? Дұрыс. Енді қандай адамдарды сен ерекше сыйлайсың? Менің атын атамауға болады, бірақ менің сыйлайтын адамдарым көп, лауазымы биік тұлғалар бар. Олар мысалы өте биязы, сыпайы, сөйлесе білді. Одан кейін менің қызметтес достарым, олар да үлкен лауазым биігіне жетті. Қолына жаңағы орыстар айтады ғой, власть деп, қазақша. Қолына қызмет тигенде, олар жақсы қызмет тиген кезде, олар лауазым биігіне шыққанда, олар өзгермеді. Сол қалпында қалып, ондай менің достарым көп, сол қалпында ешбір өзгеріссіз адамгершілігін сақтап жүрді. Ал сенім деген сен үшін нені білдіреді? Сенім деген енді адам бір өзі ойлайды, қиялдайды, біреуге сенеді. Осы адам маған бір үлкен сенім артады, осыдан бір жақсылық күтсем, жақсылық күтеді. Ол енді сенім деген ол да тұрақты емес. Ешкімге сенуге болмайды. Мен өз басымнан өтті. Ол жерде тұрақтылық жоқ. Сен өзіңе сенбеуің мүмкін. Сен бүгін ойлап отырасың, мен бүгін, ертең мен мынандай болам дейсің да, күрт өзгеріп кетесің. Сондықтан сенім деген мен үшін ол үнемі өзгерісте тұратын, тұрақтылығы жоқ. Кейде болады сондай нағыз азаматтар, сенім артуға болатын. Бірақ өмірдің жаңағы ағымына байланысты ол қалай өзгеріп кетуі мүмкін. Бір адамның кейде өмірі жақсы өмір сүріп отырып, күрт өзгеріп, басқаша нашарлап кетуі мүмкін, жақсы болып кетуі мүмкін. Енді сен ойлайсың, осы адам бір керемет болады ғой, оған сенім артуға болады деп. Ол адам кейбір кезде сенің сеніміңді ақтамай да қалады. Ондай да кезеңдер болады адамда.
Жақсы, енді байлық пен ақша туралы сөйлесейік. Мен білем, сен бұл тақырыпты ұнатпайсың, бірақ байлық деген сен үшін ол не? Не болып саналады? Байлық деген мен үшін адамның жан дүниесі. Мен мысалы бай деп кейбіреулер ақшасы шіріген, ақшасы көп, миллиардтаған ақшасы бар, үйі бар, 5 этажды, 10 этажды, неше түрлі үлдемен бүлдеге оранып күнде той жасап жатқан адамдар бар. Мен ол адамдарға неше түрлі джип, машина дейсің ба, жаңағы лимузин бар шығар. Мен оған еш уақытта қызық көрмедім. Мені қызықтыратын адамның жан дүниесі, оның оқымыстылығы. Егерде ол көп оқыған болса, көпті оқыған болса, ол өзі бір саған совет, кеңес бере алатын сондай адам болатын болса, өзі жаңағы сыпайы, содан кейін байсалды, жомарт адамдарды мен айтар едім, кең адамдарды мен айтар едім бай деп. Ал енді ақшасы көп, миллиардтап отырып, ақшасын жаңағы несін, малды, ақша дегеннен мал ғой, Абай кезінде айтқан ғой, малды көп қанша тапқанмен, оны кезінде әлгі келіп тартып алып кетіп отырған ғой, мысалы да. Сонда оны өзі баласына дамуына жұмсауға аяп отырған ақшаларын. Сондай адамдар бар, ақшалары көп, а балалары жаңағы бәрін сатып алады, білімі жоқ, мысалы репетитор алып, оны ары қарай дамытқанның орнына көп адамдар жаңағы мәшинесін алып береді, дайын үйін алып береді, ары қарай оқытқызбай, ары қарай дамытпай, мысалы оны да сатып алып беріп, дипломды да сатып алып беріп тұрады. Ол енді нағыз кедей адамдар. Өйткені адам ең бастысы оның ішкі жан дүниесі бай болу керек. Ашқы дүниең бай болмаған уақытта сені мен ешбір адамды мен бай деп айта алмаймын. Өте қызықты. Ақшаңды ешқашан аямайтын дүниелер қандай? Ақшамды аямайтын дүние ол, мысалы мен ақшамды жаңағы саяхатқа аямаймын. Саяхаттап жер көріп, ақшамды мен жақсы кітаптарға аямаймын. Ақшамды мен жақсы курстар болса, оларға аямаймын. Ғылымға аямаймын ақшамды. Мысалы, енді ақшаны аямай жұмсайтын, жақсы тамаққа пайдасы бар. Мысалы, мен оған да аямаймын. Енді адам болғаннан кейін керемет киінбесең де таза, жақсы киінуің керек. Оған да мен ақшамды аямаймын. Егер менде ол болатын болса, бұл енді жаңағы ең бастысы білімнен кейінгі өзіңе керек, мысалы өзіңнің бойыңа сіңіре білетін осындай бір ізгі қасиеттер үшін мен ақшамды еш уақытта аямаймын. Өміріңдегі жасаған ең дұрыс инвестициялар ол не болды? Инвестиция, енді мен өзім инвестиция жасағанда, мысалы сен үшін, мысалы сенің дамуың үшін өте көп репетиторлар, өзің білесің, орыс тілі, қазақ тілі, ағылшын тілі, қосымша сабақтар, ағылшыннан сенде қанша репетитор болды? 3 репетитор болды. Біреуі бір репетиторың грамматикамен айналысса, екінші репетиторың сөйлеумен, үшінші репетиторың жаңағы Американың Джейсон бет? Джейсон, Американың жаңағы азаматы, онымен жаңағы оқыдың, одан кейін ол сені оқытты, проект жасадың, одан кейін
университетке түскенде сенде жаңағы ағылшынның репетиторы болды. Ол да мысалы инвестиция. Сен жаңағы қанша жыл оқыдың? 4 жыл оқыдың ба? Шет тілдер Абылайхан университетінде. Сол 4 жыл бойында мен саған жаңағы носитель языка дейді ғой орыстар. Сондай репетиторды ұстап отырдым ағылшын тілінен, иә? Ол да болды. Одан кейін спортқа аямадым, теннисқа бардың, бассейнге бардың, Малтау жүзу. Иә, айттым ғой, малтау жүзу, бассейнге бардың, биге бардың, бимен айналыстың, тағы не, басқа да фортепиано ойнадың, мысалы фортепианоға бардың, басқа да 7 жыл. 7 жыл одан кейін жаңағы басқа математика, керек тарих, жаңағы Химия, физика. ұбт-ны тапсыру үшін қажетті пәндердің бәрінен сенде репетитор болды. Орыс тілінен сен оған қазақ мен тілінен өзің. ол үшін мен мысалы сол ақшаға мен мысалы Алматыдан 1-2 үй алатын едім. Мен оны аямай саған жұмсадым. Сен ол жұмсаған ақшаңды аямайсың ба? Қазір өкінбейсің ба? Қазір неменеге өкінемін? Өкінбеймін. Оны не істеймін? Сен көп ата-аналар ойлайды, үй алып берсем, жаңағы машина алып берсем, ананы алып берсем, мынаны алып берсем, мен бүткіл проблемаларымды шешіп тастадым деп. Ал енді ол кейбірде балалар суицид жасап атады. Ал енді білім алған, оқыған бала ол ондай неге жаманшылыққа оңайшылықпен бармайды. Сондықтан баланы тәрбиелеуге, баланы дамытуға ақшаны аямау керек. Ол инвестиция, ол кейін сен уже өмірден өткенінде де балаң үшін өтіп бара жатқанда да алаңдамайсың. Ал егер балаң оқығысы келмесе, қызығушылығы болмаса, қалай оны қызығын таныстыруға болады? Енді қызығушылық бала танытпаса, оны алдау керек па? Алдайсың ба, не істейсің, ол өзіңнің жаңағы өзіңе байланысты, бірақ сен ол баланы оқытуың керек. Бала енді қандай бала болмасын, енді мысалы кейбір балалар оқығысы келіп тұрады, бар сондай балалар. Енді мысалы сен оқығысы келмеген баласың. Қазіргі жаңағы көп өзімнің немерелерім, шөберелерімізді көргенде, олар да оқығысы келмейді қазір қандай неді? Зумерлар. Мысалы көбісі оқығысы келмейді. Олар өте ақылды балалар. Олар мұна телефонмен жаңағы қолдарында телефонымен ұстап туған, сондықтан олар әрине оқығысы келмейді, бірақ ол енді әйтеуір бір күндері, мысалы мен сені оқыта алмадым, 8-ші сыныпқа келгеннен бастап мен сені уже... Неге? Сен мені 6 жастан бастап оқыттың? Жоқ, оқыттым 6 жастан бастап, бірақ ең жаңағы... 7-8 сынып мен жақсы оқыдым. Бір жыл 8-ші сыныпта мен кішкене нашар оқып қалдым, себебі мен тырыстым. 5-ші сыныптан бастап мен қазақ мектебіне бардым. 1-ші сыныптан 4-ші сыныпқа дейін орыс мектебінде оқыдым. Бір сөз орысша білмедім, қиналдым, сен маған көмек көрсеттің. Ары қарата 5-ші сыныпта мен қазақ тілін ұмытып қалдым. 5-ші сыныптан 7-ші сыныпқа дейін сен маған көмектестің. 8-ші сыныпта мен шаршадым. Жоқ, 8-ші класстан бастап ешқандай шаршаған жоқсың, сыныптан бастап. Сен 8-ші уже ұбт-ға баруың керек болды, сондықтан сен 8 аяқталысымен сен жаздан бастап ағылшынмен, басқа да математика, басқа пәндердімен уже айналысып, талай 11 бітіргенше
үлкен жетістіктерге жеттің, Грецияға барып келдің, проектпен олимпиададан орын алып келдің. Соның бәрі әрине өзінің нәтижесін бүгінгі күнде беріп жатқаны сол сенің жемісің, еңбегіңнің арқасы. Менің ғана емес, сенің де еңбегіңнің арқасы. Ол сенен 50%, менен 50% пайыз келді. Өйткені мысалы сенің репетиторларың, ұстаздарың 50% солардан, 50% сенің өзіңнен. Жақсы, балаға инвестиция жасау керек, аянбау керек. Дұрыс қой? Келесі сұрақ туыстық туралы болады. Неге адамдарға көмектесуді маңызды деп санадың? Сен көп көмектестің. Маңызды енді өмір сүргеннен кейін, егер сен қолыңда жаңағы, сен біліп тұрсаң, мысалы, мен ұстаз қызметін атқарып жүрдім, біліп тұрсаң, өзіңнің туған туысқандарыңа неге қол ұшын бермеске? Оларға да қол ұшын беру керек. Сондықтан адам болсын, олар да менің балам сияқты болды, балаларым. Сондықтан оларға да көмектестім өзім балама сияқты. Енді жан-жағындағы басқа елдердің балаларына да көмектесуге тырыстым. Біреуіне репетитор болдым, біреуіне жаңағы шамам жеткенше мүмкін ақшалай көмек берген шығармын, мүмкін басқа да көмектер болды. Соның бәрін аяп көргім жоқ. Өзімнің туған туысқандарымнан, жолдастарымнан еш уақытта аяп көргім жоқ. Ол енді білмеймін, енді ол неге солай болған, енді солай. Ал туыстық қарым-қатынаста ең маңызды нәрсе не? Ең маңызды туыстықта да, өзіңнің жаңағы достарыңмен де ең мықты қарым-қатынас ол сыйлау білу. Өзіңді сыйлау, одан кейін өзгені, сені сыйлауды үйрете білу үлкен қасиет. Енді ол енді әр баланың, әр туысыңның өзінің алған, өмірден алған тәрбиесіне, адамгершілігіне, жақсылықты қайтара біле ала ма, біле алмай ма деген адамдардың өзінің бойында қасиеттер бар ғой. Кейбіреулер мысалы қандай бол благодарный деген орыстар айтады ғой, сол сияқты кейбіреулер сондай рахымшыл болады, кейбіреу рахымсыз болады. Сон бойында рахымшылдық қасиеті бар адамдар болса, онда әрине өте. Жақсылық қайтпаған кездер сенде болды ма? Жақсылық енді жасаған жақсылығың ол еш уақытта қайтпайды. Бір адамға сен мынаны, егер оған осы адам маған жақсылық жасадым, ол маған қайтарсын деген пиғылмен жасайтын болсаң, ол жақсылық ол баладан, ол туысқаннан еш уақытта қайтпайды. Ол Алладан ғана қайтады. Сондықтан мен біреуге жақсылық жасадым деп, о жақсылығыңды айтып, оны әңгіме қылудың қажеті жоқ. Одан адам өзін өзі шаршатады. Жақсылық дәл сол адамнан келмейді, бірақ ол жақсылық жасалады Алла арқылы. Біреу жақсылық жасай алады, жасай алмайды. Айналайын дейді ғой, айналып барлығы өзі келеді. Жасай алмайды. Онда Алла біреуіне жасатқызады. Мысалы, бір адамға жақсылық жасайын десең, ол жақсылық жасалынбайды. Неге? Оны Алла қолдамайды оған жақсылық жасауында. Біреуге жақсылық жасайсың, артынан Алла саған көрсетіп, мінекей сен жақсылық жасадың, ол адамың саған қайтарған жоқ. Оның орнына мен саған қайтарып беріп отырмын деп, қайдан келгенін білмейсің. Жақсылық жасағанның ешбір жаманшылығы жоқ. Ол өзіне қайтып беретін инвестиция деп айтар едім. Жақсы. Келесі сұрақ әйел туралы болады. Сенің ойыңша, нағыз мықты әйел қандай болады? Нағыз мықты әйел ол енді ақылды болады, ең бастысы. Әрбір әйелде даналық қасиет болу керек.
ол тәрбие өте мықты тәрбие алу керек. Ол енді еңбекқор болу керек. Үйде әйел адам мысалға үй жұмысын білмесе, не жасау керек екенін, қалай үнемдеуді білмесе, қолына ақша түсе салысымен оны жан-жағына шашып тастайтын болса, ол уже әйел бір күнде бітіретін әйелдер бар. 1 миллион берсең, 1 миллионыңнан бір тиын жоқ бір күннің ішінде. Қайда жібергенін білмейді. Қалай болса солай ақшаны ұстайтын. Ал енді еден жуатын әйелдер бар. Еден жуып жұмыс жасайтын әйелдер бар. 50 мың, 100 мың, 150 мың алады, соны бала шағасына жеткізіп, оларды адам қылып жатады. Ол да жаңағы әйелдің мықтылығы. Ол әйел ақшаны қалай болса солай ұстамай, сол балаларының тамағын алып, өзінің көрпесіне қарай көсіледі. Әйел өзін қай кезде бақытты сезінеді? Енді бақытты сезінеді деген сөз, мен бақытты деген сөзді әркім әрқалай түсінеді. Мысалы, біреу үшін бақыт деген ақша болса, екінші біреу үшін бақыт деген қарым-қатынас, үшінші біреу үшін бақыт деген жұмысқа жақсы көңіл күймен барып, жақсы көңіл күймен қайту болса, ал біреу үшін енді әркім әрқалай бақыт деген ол қанағаттана білу. Сен өзің өміріңе қандай жағдайда болмасын, қанағат тұтып, мен осыған тәуба деп отыратын болсаң, сен күнделікті бақыттысың. Егер мен ойлаймын, адам мысалы өзіне қанағаттанбайтын кездер болу керек, ол мысалы білім алған кезде. Білім алған кезде, мен бүгін біреуін алып бітірген кезде, екіншісі бір тілді игеріп алдың, орыс тілін игердің, одан кейін қазақ тілге шықтың, қазақ тілден кейін ағылшын тілінге, Бірінші қазақ тілі. Жоқ, әрине, мен жай айтып отырмын ғой, енді өз тіліңді, одан кейін басқа тілдерді, немесе басқа жаңағы бағытта неше түрлі өзіңнің жаңағы профессиональный дейді ғой, өзіңнің сол бағыттар болады, сонда даму нелері бар, сатылары бар. Соны игере білсең, соның өзі бақыт. Бақыт деген ол бақыт қайда барасың десе, береке бірлігі жарасқан жерге барам дейді. Бақыт ол күнде туыстарыңмен, бала шағаңмен шүйіркелесіп, жақсылап сөйлесіп, қара шай ішіңде сүтсіз, алаңсыз ішіп отырсаң, одан басқа бақыт жоқ. Бақыт деген осы. Өмір саған әйел ретінде нені үйретті? Әйел ретінде маған бәрін үйретті. Үйге келдің бе? Үйге келген кезде сен жаңағы үйдің хозяйкасысың. Үй шаруашылығымен үйдегі Үйдің бастығысың. Иә, анасың сен. Үйді таптинақтай ұстап, одан кейін екіншісі бала шағаңды жақсылап тәрбиелеп, оны жаңағы оған жақсы білім беріп, тәрбие беріп, одан кейін жаңағы уақытысында бәріне үлгеруің керек. Сен жаңағы ғылыммен айналысасың ба, сол ғылымда да өзіңнің жаңағы статьяларыңды бәрін жазып үлгеруің керек. Кітап жазасың ба, не істесең де үлгеруің керек. Бір күнің сенің босқа қалай солай әңгіме айтып, телефонның басында отырумен емес, сенің 1 минут уақытың болмау керек. Сен жаңағы барлық шаруаларды жасап үлгеруің керек. Сол әйел деген сондай болу керек. Егер сен 20 жастағы өзіңмен кездессең, оған не деп айтар едің? Мен оған ештеңке айтпайтын едім. Оған айтатын едім, сен жарайсың, осы бағытыңда, осы қалай болдың, соны ары қарай қаншаға жеткеніңше осы бағытта жүре бер. Ешкімге жаманшылық жасама, ешкімге жаңағы қатыгез өмірге болма, шамаң жеткеніңше жақсылығыңды жасап, адамдармен
қазақша мен білмеймін қалай, подлость дегенде қалай айтушы еді, адамдарға жаманшылық жасамау керек, жаманшылық жасамай солай өмір сүруің керек деп айтар едім. Мен айтар едім, Мария, сен дұрыс жасап жүрсің, өте жақсы, осы қалай өмір сүрдің, өсек айтпа, Абайдың айтқан өсек, өтірік, жаманшылық, солардың бәрінен, қызғаншақтық қасиеттерінен аулақ жүріп, өзіңмен өзің, өзіңе өмірде не керек, соны ары қарай алып жүре бер дер едім. Егер сен өміріңді бір сөйлеммен саған сипаттау керек болса, ол қандай сөйлем болар еді? Адамгершілігің әр уақытта адамгершілігің мол болсын деп айтар едім. Керемет. Мама, саған көп рахмет. Осымен біздің сұхбатымыз аяқталды. Саған да көп рахмет.